Достар, бүгін біз Ұлыбритания елшілігінде Ұлыбританияның елшісі Кэти Рич ханыммен сұхбаттасқалы отырмыз. Жай ғана сұхбаттаспаймыз, тоғызқұмалақта ойнаймыз. Сондықтан Кэти ханым, бізді осылай қонаққа шақырғаныңызға көп рахмет. Енді алғашқы сұрағым, таңғы бағдарлама болғаннан кейін айтыңызшы, сіз үшін сәтті таң қалай басталады? Әдетте капучино ішіп, біреумен қызық әңгіме айтқанда жақсы көремін. Сондықтан бүгін тамаша күн. Иә, бүгін күн тамаша басталсын деп тілейміз. Қазақшаңыз жақсарып келе жатыр екен. Енді сұхбатымызбен қатар тоғызқұмалақты да ойнап бастасақ. Кейін. Енді Қалай ма? Иә, дұрыс. Дұрыс, иә. Сіз соның бәрін аласыз. Бәрекелді, алғашқы адам жемісті болды. Осында, дұрыс. Енді мен жүрейін және сұрақты да қойсам. Кэти ханым, айтыңызшы, сіз әртүрлі елдерге барған кезде сол елдердің тілдерінде қатар үйреніп жүрсіз. Армян тілі, жапон тілі, орыс тілі дегендей. Қазақстанға келгеніңізге 1 жыл болды. Қазақ тілі үйрену қалай болып жатыр? Қиын емес пе? Айтуымыз керек. Қазақ тілінде менің прогрессім баяу, өкінішті. Бірақ сабақтарымда жалғастырып, тырысып жүрмін. Иә, маған да ұнап жатыр сіздің сөйлегеніңіз. Қазақстан мен Ұлыбританияның арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына осымен 30 жыл болып жатыр. Қалай ойлайсыз, 30 жылдың ішіндегі жеткен ең үздік жетістіктеріміз қайсы? 3 нәрсені атап өткім келеді. Біріншіден білім. Көптеген тамаша студенттер Ұлыбританияда оқыған. Сіз яғданы, сіз Кардифте оқыдым, дұрыс. Оқыдыңыз, солай ма? Сосын Ұлыбритания университеттерімен көптеген қарым-қатынастар бар. Соның барын мақтан тұтамын. Екінші энергия. Мұнай және газ біздің ең маңызды инвестициямыз. Бірақ қазіргі уақытта таза энергия, жасыл трансформация өте маңызды. Үшінші, Астана халықаралық қаржы орталығы. Сосын Ұлыбритания соттары мен Қазақстан заңгерлері бірге жұмыс істеді. Кэти ханым, жүруді ұмытпаңыз, иә, сіздің кезегіңіз. Ойнап отырып сұхбат құру қиын, иә, қалағаныңыз, таңдаңыз. Қорқынышты. Дұрыс жасамын. Дұрыс болып жатыр, иә, дұрыс жүріп жатырсыз. Мына жерде сізде тақ болып қалды, сондықтан алмайсыз. Ал енді менің кезегім және сұрақты да қатар қойып отырайын. Енді маңызды дүниелердің бірі Ұлыбританияда премьер-министр ауысты, иә. Лиз Трасс ханым, қазір жаңа премьер-министр. Ол кісінің осы билікке келуіне қатысты Қазақстанмен қарым-қатынаста өзгерістер бола ма? Қандай өзгерістер күтеміз? Мен атап өткен климаттық өзгерістер мен энергетика саласына баса мән беру үрдісі жалғасады. Жаңа технологиялар, цифрлық сауда, жаңартылатын энергия көздеріне қол жеткізу бойынша саясат саласының да маңызы артпақ. Сондай-ақ университеттер арасындағы қарым-қатынастың да болашағы жарқын бола түседі. Мысалы, Қазақстандағы алғашқы британиялық жоғары оқу орны Де Монфорт университетінің кампусы былтыр Алматыда ашылды. Бұнда Бритиш Кансел ұйымының да ерен еңбегі бар. Одан соң жергілікті халықпен қоян қолтық қарым-қатынасымызды қалай тиімдете түсетінімізге де назар аударылмақ. Иә, құтты болсын. Бүкіл тас сіздікі.
Енді айтыңызшы, тағы да бір өзгеріс ол Ұлыбританияның патшалық әулетіндегі өзгеріс, иә? Үшінші Чарльз таққа отырып жатыр. Ол кісінің таққа отыруымен қандай өзгерістер болады деп ойлайсыз? So, I think he will continue the process of Меніңше ол анасы бастаған монархияның модернизация процесін жалғастырады. Екінші Елизавета патшайымның 70 жылдық билігі кезінде екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі басты мақсат сол еді. Үшінші Чарльз патша бұны жақсы біледі. Сондай-ақ ұлы мәртебелім қоршаған орта және оны қорғау мәселесіне бұрыннан көңіл аударады. Сол белсенділігін жалғастыратынына сенімдімін. Әрі оның ықпалды адамдардың басын қосып әрекетте жұмылдыра алатын қабілетін де ерекше атап өткен жөн. Шет елдерге сапарының да әлдебір мәселеге назар аударуды көздейтін мақсаты болады. Соның барлығы ғаламшарымыздың саулығына жақсы әсер ететініне күмәнім жоқ. I think we have a lot to look forward to. No. Кішігірім қателік болып қалды санауда. Сұрайыншы, one more question, additional question. Үшінші Чарльз патшаны Қазақстанға шақыру үшін не істей аламыз? Ол кісінің келуіне не себеп болуы? What should be the reason for the visit? Okay, so I think what we know is that King Charles Үшінші Чарльз патшаның қызығушылықтары өте көп. Оған қоса елдеріміздің арасындағы қарым-қатынастың 30 жылдығында ерекше атап өткіміз келеді. Тағы да сондай табысты 30 жылдықтардың болғанын қалаймыз. Ол кісі көне заттарға, атадан жалғасып келе жатқан қолөнер түрлеріне қатты қызығады. Бәлкім Қазақстанның бай тарихы мен мәдениеті, археологиялық мұрасы оған қызық болатын шығар. Сондай-ақ Қазақстанның алда тағы да қарыштап дамуына тілектес екеніне, жастардың кәсіби қабілетінің артуына сенім білдіретініне, инвестиция тартуға ықпал ететініне сенімдімін. Осы аталған дүниелерді біріктіріп, үшінші Чарльз патшаның келуіне жақсы бағдарлама ұйымдастыруға болады деп ойлаймын. with a really interesting visit program. And that visit program might... Меніңше ол бағдарламаның ішіне тоғызымалық ойнауды да қосса болатын секілді. Менімен сізбен ойнап көрсе де болады. Тұзды қалып, біраз жетістікке жеткеніңізге қарап, мықты ойыншы дей берсем де болады-ау. Сізге қызық болғандай патшаға да, британиялықтарға да қызық боларына кәміл сенем. And for all the British people... And one more question that wasn't in the list. Адам ретінде, ана әрі жар ретінде айтыңызшы. Адамды таңертең оятатын мотивация не? Live a happy life. Oh, that's a very big and philosophical question. Бұныңыз бір үлкен философиялық сұрақ болды ғой. Меніңше барлығы жанұядан басталады. Жақсы көретін жақындарым менің мотивациям. Тағы бір атап өтер қағида үйренуге, білімге деген махаббат. Әр таңда мені сол оятады. Жаңа нәрсені білсем, көрсем деген ой. Ол жаңа тіл, таңсық мәдениет, не өзге бір тың дүние болуы мүмкін. Егер махаббаттың дәл осы түрі болса, әр күніңіз сәтті болып өтеріне күмәнім жоқ. That motivates you to make the best of every day. Thank you so much for this interview. Мұна сұхбатыңызға көп рахмет. Ойынның осы бір кезеңіне назар аударсам, сіздің ұпайыңыз көп болып тұр. Тоғызқұмалақтағы алғашқы жеңісіңізбен құттықтаймын, Кэти Рич ханым. Кэти Рич with the victory on Тоғызқұмалақ. Кэти ханым, сізбен бірге ойнағаным үшін өте қуаныштымын. Мұнандай қызық сұхбаттың ойынға көп рахмет айтам. Және алдағы уақытта елдеріміздің арасындағы қарым-қатынас жақсы бағытта дами береді деген үміттемін. Көп рахмет сізге. Сізге көп рахмет.